Бүгін бізге неке қиғанымызға ровно 1 ай болған болатын. Достарымыз қонаққа келді. Бірақ барлығы шырқын бұзған міне осы кісі. Келді дем жетіп кепті деймі. Жан сол. Барлықтарына көп рахмет. Бүгін керемет отырыс болады деген ниеттемін енді. Осындай керемет отырыста біздің керемет дәмді суши пицца жіберген Майсата суши сіздерге көп рахмет. Жақта крыльясымен бірге өте дәмді. Мен заказ берем десеңіздер өкінбейсіздер. Барлықтарыңызға сәттілік, ас болсын. Достар, бүгін негізі по сценарию торт келу керек болатын. Тортты қазір көрсетем. Ардақ ханым бізге әкеп берген болатын. Чуть-чуть асықпай тез келді. Рахмет көп. Қазір инстаграм аккаунтын белгілеп кетем және тортты көрсететін болам. Өте керемет. Маған қатты рахмет жаным сол. Қайда кетесің? Неге? 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 2000 қыздар бар деген алдым. Мен сторис түсіріп жатырмын жан. Ой, қалжың отырсын. Ойлан отыр ма? Мен қалып кетсе кейініп па? Аяғынан тұртты ма? Мына жамай отырмын. Бәрін азғырып отырмын. Отырып алып ше. Өзіміз отырмыз. Мені нормаль жеттің ғой олай. Қалжың деп. Аллаға шүкір бәрі. Керемет өтіп жатыр. Шүкір осы күніне шүкір. Пайымның барына шүкір. Достарының барына шүкір. Әйтеуір бүгін медетпен гүлім болмаса, мен не справилайсыз ба? Бірақ мынау жетіп кепті. Түнгі сағат 11. Дәурен! Әкесі сен іздеп жатырмыз. Оңбаған жетейіз. Өйді айтпа ұрсын. Шымен Дәуренге біз де атыр қыз. Болсайшы, не істеп жүр? Ұйымдастырып өзің жоқсың. Ойбай, әне, ренжіміз жатыр. Менен бір сұлу қыз бар. Ертең бармайым Дәурен мен. Құрбым. Ой, қытай. Өнейсің. Мына жақта мына жігіт отыр, үміткер болып келемін. Дәурен, саған конкуренттер пайда болып жатыр. Кім ол? Дәртісі қоймай жия. Біз әлі отырмыз, шай ішіп. Дәмді тортпен бірге шай ішіп отырмыз. Өте дәмді екенбіз. Бұлар өз аяқ қолдар бар. Не істеп жүр? Ас болсын. Дәурен, сенімен сөйлесем бәдір. Жаным, менің аққайының берген әдемі гүлі. Өміріміз осындай әппақ болсын деп роза гүлін әкеп берді. Жаным, сол өзің тезірек жақсы қыз жолықтырып үйлен. В общем, бүгін үйде шоколадқа, тортқа тояйын дедік қой. Біріншісін аққайным құттықтап әкеп берді жаным. Сол рахмет көп ниетіңе. Одан кейінгі торт Уля мен Ерекең әкелді. Жандарым сол өте күшті, әлі ашылған жоқ. Мынаның бәрін Нұрботқа не істейміз десем, сатайық дейді. Апарып сатайық дейді ғой. Сол сатуға келмейді ғой енді. Өте дәмді. Көрініп тұр ғой, күшті торттар екен. Одан кейін Алтыш құрбым Әбілқасымова Алтынай бойдақ деді. Жаным сол рахмет көп. Саған да жұғысты болып, тезірек тұрмысқа шығып кет. Алла қаласа. Одан кейін мына жақта өзімнің ардақ сіңілім керемет қылып дайындап әкеп берді. Жаңағы тортпен бірге 1 ай құтты болсын деген тортпен бірге қасында әдемі. Достарым, мына тортты шынымды айтсам жеуге қимайым бар ғой. 8 наурыз күні маған Алина сыйлаған болатын. Прям жеуге қимайсың, прям тәтті ғой. Бірақ Нұрболатқа жегізбей жүрмін деймін. Қазір Нұрболат қонақтарын барлығын шығарып салуға кетті. Осы жерде мен үлкен алғысымды қосылайыққа айтқым келеді. Алла разы болсын. Барлықтарыңызға рахмет. Диана ханым, редакция ұжымы, операторлар, редакцияда жүрген барлық жұмыс жасайтын кісілер. Қазір қуанып отырмын. Аллаға шүкір. Егер қосылайық болмаса, мен дәл бүгінгідей мүмкін қуанбас едім деген сияқты ой келіп тұр. Тұрмысқа шықпағандар, тұрмысқа шығып, бақтарыңыз жанып кетсін. Қосылайыққа рахмет, өте қуанып тұрмын. Жұмыс тұрған нәрсе бұл жұмысын тоқтады, не болмаса баяу істеп жатыр. Ал сен де тамақ ішіп жатсың. Ал мынау істеп жатқан жоқ. Содан міне бауыр майланған холестерин деген бәленің бәрі осыдан шығады.
бастамасы сонда суықтар екен. Содан кейін трансжирлар, мысалы қорытылмайтын майлар. Ал жарайды, асқазан толды, енді қайда барады? Бізді құтқару керек қой. 1, 2, 3, кеттік.